Айтып жатсың ғой, неге салып жатсыңдар деп. Сендерге айтайын, осылардікі дұрыс, сендердікі неге дұрыс емес. Сендер прямой эфирде қол ұстасып, кіндіктерің жабысқанда жабысып отқанды көрсеткенше, жақсылықтарыңды көрсетіңдер осындай. Деп жүрсіңдер сендер прямой эфирде. Телевизор деген тәрбие құралы деген ол рас әңгіме. Мына жерде би болса екеуі тұрып алып жабысып тұрады, стол жақындатып алады, бір-бірімен былай тұрады. Это неприятно. Мына жердегі бауырым, мен саған айтайын, жоқ, тоқташы. Мына жерде қатысушыларға да неприятно. Сырттан көріп отқан көрермендерге де неприятно. Сыртта айналайын жабысасыңдар ма, сыртта жабысыңдар, бірақ мына жерде жабыспаңдаршы, өтініш. Енді біз өмірде дәрет сындырамыз екен деп тікелей эфирде дәрет сындыра алмаймыз ғой. Жоқ, енді Диана ханым негізі. Өйткені мен неге қазір бұл сөзімді айтамын, көрермен тарапынан Айдана мен Даниярға кішкене редакцияға ескертулер айтылып жатыр. Камера алады, неге сіздер кішкене ескерту жасамайсыздар? Сәл көрген көзге ерсілеу көрінеді сыртта, әрине ол сіздердің жеке өмірлеріңіз. Қалай жүресіздер, құшақтасасыздар ма, құшақтаспайсыздар ма? Кем дегенде мына студияда кішкене өз-өздеріңізді тыйсаңыздар. Болмай ма? Болмаса болмайды деп айта салыңыз. Осымен жаба салайық әңгімені. Мен сізді түсіндім, кешірім сұраймын, артық не қылып қойсам, енді жаңағы дәретпен, жаңағы құшақтасу енді. Жоқ, енді сіз айтасыз, мен сыртта қалай жүрем, сыртта не істесем де жарасады, ал іште мен олай басқа 200-ді болмаймын. Сыртта әркім қол ұстасады өз жұптарымен, мен ол жаман деп жатқан жоқпын. Ол да махаббат көрсетудің белгілі бір жолдары. Бірақ енді тікелей эфирде осылай қатты дегеннің әңгімесі болып жатыр ғой. Сұрақ қою кетші, біз сонда бұл жерде тікелей эфирде соншалықты не істеп қойдық? Сіздер үнемі қатты жабысып, қолдарыңыз бейінде, билеріңіз де, Айдана. Біз жай ғана құшақтасып тұрмыз. Шығар. Бірақ тікелей эфирде кішкене ол дүниенің болғанын біз қаламаймыз болды. Жақсы, мен сіздерді түсіндім, бірақ та дегенмен былай қатты жабысып деп үйтіп асыра сілтеп айтудың ешқайсыларыңызға қажет жоқ. Айдана, сіз тіпті өзіңіз айтып жатырсыз, біз жұп емеспіз деп. Тіпті. Бірінші онда жұп болып алыңыздар, одан кейін ары қарай не істесеңіздер де үйленіп алыңыздар да. Айтпаңызшы, просто Диана ханым, асыра сілтеп айтпай қойыңызшы, пожалуйста. Айдана? Жоқ, Диана ханым, не деген агрессия қазір бұл? Жоқ, агрессия емес, жай ғана сіз қазір халыққа ой тастап жатырсыз. Мен ой тастап жатқан жоқпын. Мен сіздердің қылықтарыңыздан, өзіңіздің жасап жүрген іс-әрекеттеріңізден ой түйіп айтып жатырмын. Болды. Жақсы, Диана ханым, мен сізді түсіндім. Сіз түсінген жоқсыз, сіз кәдімгідей маған ренжіп отырсыз. Неге бүйтіп халыққа ой тастап жатырсыз? Біз не істесек те оны өмірде де істейміз. Эфирде неге бетперде кию керекпіз деген сияқты айтып жатырсыз. Мен тоқ етерін айта салайыншы, кешірім сұраймыз, шынымен да. Қажет емес. Кешірім сұрағанның не пайдасы бар? Бәрібір сіздер өз позицияларыңызда тұрсыздар ғой. Ал менің жүргізуші ретінде, Айдана, сізге бұл жасаған ескертуімді сіз неге соншалықты өзіңіздің жекеңізге қабылдап жатқаныңызды мен түсінбей отырмын. Жоқ, Диана ханым, мен сізге қатты айтпаңыз, Диана ханым, ой тастамаңыз халыққа. Не үшін, Айдана? Жоқ, Диана ханым, бұл сіздің тікелей сізге бәлкім айтылып жатқан жоқ шығар. Мен просто жаңа айттым, кішкене асыра сілтеп айтпай қойыңызшы дедім. Айдана, сізге барлығына пікір айтуға болады, барлығына өзіңіздің ойыңызды айтуға болады, сізге ешкім ой пікір айта алмай ма? Мен бір ой айтқан кезде де адамдарға сыртта не айтамын, іште де дәл соны айтамын. Егер де маған сыртта басқаша сөйлеп қатысушылар, іште басқаша айтып отса, әрине менде уже андай ойлаймын да, кімдермен отырмын дегендей все. Сен кінәлісің неге? Потому что сендер әлі де жұп емессіңдер. Вот шынымен Диана ханым айтқандай, үстіне жұп емессіңдер. Почему? Қанша ай болды? 2 ай болды ма? Қателеспесем да. Таныстық, но извините меня, да? Реально у вас отношения как будто вы жұп сияқтысыз. Но ты почему-то официально в эфирде ұсыныс жасаған жоқсың. Почему? Например, да? Онда жұп бол, соза бермей,